Саламатсыңдар ма балалар? Бүгін 85-ші сабақ санды өрнектер тақырыбын өтеміз. Бірінші есепте өрнектерді жаз және олардың мәнін тап. 9 бен 2-нің көбейтіндісі. Бұны өрнек ретінде жазуымыз керек. Екіншісі 36 мен 30 сандарының айырмасын 2-ге бөлу. Үшінші 16 мен 29 сандарының қосындысын 9-ға бөлу. Бұл амалдар былай орындалады. Бірінші есепте 9 көбейту 2 тең 18 мәнін табамыз. Екінші 36 мен 30 сандарының айырмасын 2-ге бөлу. 3-ге тең болады. Үшінші есепте 16 мен 29 сандарының қосындысын 9-ға бөлу. Мәні 5-ге тең болады. Келесі есепте 52-ден 48 алсам 4, 3-ті 4-ке көбейтем 12. Келесі есепте жақша жоқ, демек рет ретімен орындалады. 2-ге 3-ті көбейтем 6, 6-ны 5-ке көбейтем 30. 6 3-ін 18, 18-ді 2-ге бөлсем 9. Келесі есепте жақшаның іші бірінші орындалады. 4-ке 1-ді қоссам 5, 35-ті 5-ке бөлсем 7. Жақшаның іші орындалады. 20-дан 16-ны алсам 4, 12-ні 4-ке бөлсем 3. Үшінші есепке қарайтын болсақ, бір-бірімен өзара байланысты өрнектер жуын жаз, олардың мәнін тап дейді. Бірінші арбызды қарайтын болсақ, арбыздікі 8 көбейту 3, 8-ім 24. Енді бұған байланысты өрнек астындағы қауым 24 бөлінген 3, 8-ден. Яғни бір-біріне байланысты өрнектер болады. Екіншісінде алмада тұрған өрнегіміз 7-ті 5-ті көбейтсем 35, астындағы мандариннің өрнегін қараймыз, 35 бөлінген 5. Келесі 9 көбейту 4, 4 9-ым 36, сәбізде 36 бөлінген 4. Қызанақта 7 көбейту 3, 21, астындағы асқабақта 21 бөлінген 3. Қырыққабатта 5 көбейту 3, 15, қиярда 15 бөлінген 3 тең 5. Осылар бір-біріне байланысты өрнектер болып табылады. Төртінші есепке баратын болсақ, есепті кесте құрып шығар. Мектепте дәрімендердің пайдасы тақырыбында сайыс өтті. Оған әр сыныптан 6 оқушыдан 3 сыныптың оқушылары қатысты. Сайысқа неше оқушы қатысты? Осы есепке бір кері есеп құрастыр және оны шығар. Төртінші есепте кесте құрып алатын болсақ, бірінші сайысқа қатысқан сынып саны 3 сынып қатысты. Әр сыныптан қатысқан оқушылар саны 6 оқушы қатысты. Енді жалпы сынып сайысқа қанша оқушы қатысты десе, 6-ға 3-ті көбейтеміз. 18 шешуі былай жазылады. Жауабы сайысқа 18 оқушы қатысты. Кері есеп құрастыр дегенге, мектепте сайысқа 3 сынып қатысты, жалпы сайысқа 18 оқушы қатысты. Сонда әр сыныптан неше оқушыдан қатысты деп алсақ болады. Шешуі 18-ді 3-ке бөлсек 6-дан, жауабы әр сыныптан 6 оқушыдан қатысты деп кері есеп құрастырсақ болады. Бесінші есепте есепті оқу, оны шығару тәсілдерін түсіндір. Айнұрда 20 теңгелік және 50 теңгелік 2 монета бар. Ол 40 теңгеге дәптер сатып алды. Айнұрдың неше теңгесі қалды? Бірінші 2 өрнек жазылған екен. 20 және 50 теңгелік 2 монетаны қоссақ 70 шығады. Жалпы Айнұрдың қолында 70 теңге бар. Оның 40 теңгесін дәптер алса, қолында қанша қалды? 30 теңгесі қалды. Қолындағы бар ақшаны есептейтін болсақ. Ал екінші шешуінде 50 теңгесін беріп, 40 теңгеге дәптер сатып алса, 10 теңге қайтарып береді. Қолындағы қалған 20 теңге мен 10 теңгені қоссақ, 30 теңге қалады.
6-шы есепте теңдеулерді ғана көшіріп жаз, олардың шешуін тап. Теңдеулер дегеніміз белгісіз саны бар өрнекті теңдеу дейміз. Яғни оны айнымалы дейміз. Енді осы жерде белгісіз саны бар өрнегіміз қайсы? Бірінші есепте сандардың бәрінің мәні бар. Екінші есепте бар, үшінші есепте бар, төртіншіде x деп тұр. Бұл жерде белгісіз сан бар деген сөз. X азайды 72 тең 28. Осыны теңдеу қылып аламыз. Келесі 500 қосылған x тең 900. Бұл да теңдеуге жатады. Яғни белгісіз саны бар. 42 үлкен 8 көбейту 5. Бұл теңдеуге жатпайды. Ол екі есепті алдық, екі есептің теңдеуі былай шығады. 6-шы есепте екі есепті теңдеуді алдық. Бұл жерде x-тің мәнін табамыз. Тапқаннан кейін міндетті түрде тексеріп жүргізу керек. Есептің дұрыстығына көз жеткізу үшін міндетті түрде тексеру жүргізіп шығу керек. Түсінікті шығар, е? 7-ші есепке барайық. 7-ші есепте өрнектерді жаз, олардың мәнін тап. Бірінші 45-те 4 пен 1-дің қосындысына бөлу. Екіншісі 43 санын 36 мен 4-дің бөлінісін азайту. Яғни бұл жерде біз жақшаға алып жазсақ болады. 7-ші өрнек бұлай шығар. 45-ті 4 пен 1-дің қосындысына бөлу. Екіншісінде 43 санын 36 мен 4-дің бөлінісін азайту. Бұл жерде бірінші бөлу орындалғандықтан жақшаға алмай қойсақ болады. 8-ші есепте былай дейді. Шаруа егістіктен көкөністер жинады. Осы туралы мәліметтер дөңгелек диаграммада көрсетілген. Дөңгелек диаграмма дегеніміз осы болады. Сөйлемдерді толықтыр. Ең көп жиналған көкөніс ол. Ең көп жиналған дегеніміз көп жағы боялған. Мысалы, қай жағы көп? Картоп, қоңыр түсті, көбірек жағы боялған. Яғни бізде ең көп жиналған көкөніміз картоп болады. Одан кейін екінші номерде жиналғанымыз сәбіз, одан кейінгісі қызанақ, одан кейінгісі орым жапырақ. Көп нүктенің орнына сөз қоятын болсақ, сәбіз қарағанда көп жиналды. Сәбіз қайсыған қарағанда көп жиналды? Қызанаққа қарағанда көп жиналды. Бірақ орам жапырақ аз жиналды. Дөңгелек диаграмманы осылай көреміз. Дөңгелек диаграммадан қайсы үлкен, қайсы кіші екенін ажырата аламыз. Диаграмма бойынша өзің ақиқат пікірлер құр. Ақиқат пікір дегеніміз, яғни картоп көбірек жиналды. Қызанақ сәбізге қарағанда азырақ. Деген сияқты ақиқат пікірлер құрсаңдар болады. Балалар есімізде сақтаймыз. Дәрумендер адам ағзасында 6 сағатқа дейін ғана сақталады екен. Осымен сабағымыз аяқталды. Каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.